Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Қарындасым билейді». Моя сестра танцует. Жаңа сөздер, новые слова. Обязательно запишите в словарь и выучите наизусть. Би. Танец. Моншақ. Бусы. Сахна. Сцена. Қимыл. Движение. Внимательно слушаем. Мен билеймін. Я танцую. Сен билейсің. Ты танцуешь. Сіз билейсіз. Вы танцуете. Ол билейді. Он или она танцует. Следующее задание на странице 9. Екінші тапсырма. Внимательно слушайте и следите за мной. Қарындасым Гүлсая би үйірмесіне қатысады. Гүлсаяның әдемі моншағы бар. Оның көйлегі қызыл. Ол жақсы билейді. Ол сахнада достарымен қара жорға биін билейді. Гүлсая неге қатысады? Оның көйлегі қандай? Гүлсаяда не бар? Ол кіммен билейді? На эти вопросы ответьте устно и отправьте по WhatsApp. Следующее задание. 3 тапсырма. Айтылым. Устное задание. Здесь у нас нужно дополнить диалог. Например, оның қарындасының аты кім? Оның қарындасының аты Гүлсая. И так далее. Следующее задание. 4 тапсырма. Письменное задание. Жазылым. По картинкам нужно составить 3-4 предложения. Сонымен балалар, тапсырма аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Бидің сәні келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келер ме? Қара жорға ойнаңдар, қой десе де қоймаңдар. Қос жүректің шаттығын дәл осылай тойлаңдар.